кешкі асқа гречка дайындаймыз. Бисмилля. Қызып тұрған майға етті салып қуырып аламыз. Үстінен пиязын салып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте 4 бұрыштап туралған сәбіз, болгар бұрышын қосып, барлығын араластырамыз. Тұз, томатын қосып, жақсылап қуырып, соңынан 4 бұрышты туралған картоптарды саламыз. 2 кесе су құйып, қақпағын жауып қайнатамыз. Гречканы жақсылап жуып аламыз да, қайнап тұрған қазанға 1 келкі етіп жайып шығамыз. Суы азырақ тартылғанша күтіп, қақпағын жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Тамағымыз пісті, араластырып дастарханға ұсынамыз. Сіздермен болған Декреттегі ана